Балалармен демалыс дегенді сіздер қалай елестетесіздер? Демалыс болған соң бала да, ата-ана да демалу керек. Ең бірінші сіздермен шығынды есептеп алайық. Ойын-сауық орталығы аттракционға барсақ 20-30 мың теңге. Одан тамақтану 15-20 мың теңге. Балалардың қалауы, тәтті, ойыншық сонымен жалпы 60-70 мың теңге шығып кетеді. Сондықтан біз осы жолы отбасылық демалысты тиімді және пайдалы қолданатын боламыз. Көпшілік жоқ, әбігер жоқ, ең күштісі кезекте сағаттап тұрмайсың. Небәрі 65 мың теңгеге дәл осындай кең жатын бөлме, 2 адамдық кроват, бөлменің ішінде тамақ дайындап шай ішуге де болады. Іші тап-таза және әппақ. Барлығы дайын, тып-тыныш, жеке өзің отбасыңмен бірге. Тіпті бұл жерде спа да бар. Қараңыздар, өте үлкен тап-таза бассейн және де хамам, сауна, осының барлығы 65 мың теңге. Оның ішіне осындай таңғы ас та кіреді. Және мейрамханаға жеңілдік те қарастырылған. Дәл осындай керемет көріністе тамақтанып отырасыз. Балалар үшін тегін ойын бөлмесі де бар. Отбасылық демалыс Айша Бибі қонақ үйінде керемет өтеді.